Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика математика факультетінің математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығының 3-ші курс студенттері Нұрланбек Әлия, Дүйсенбаев Досымжан және Умар Филан. Біз бүгін бағдарламалық жасықтама әзірлеу пәнінен көп функциялы блокнотты әзірлеу қосымшасын алдық. кіріспе жобаның атауы, жобаның қысқаша сипаттамасы, жобаның негізгі бөлімі, жобаның мақсаты мен міндеті, жобада қолданылатын криптографиясын тап, графикалық интерфейстің компоненттерін сипаттау, қосымшаны жүзеге асыру, ол жеткізілген нәтижелерді сипаттау, нәтижелердің скриншотын, қорытынды, күнделік қосымшасы қорытындылау, қосымша жобаны бағдарлама коды, логикалық және интерфейс. Жалпы біз ең бірінші кіріспеден бастаймыз, яғни біз бағдарламалық жасықтаманы әзірлеу пәні бойынша қорытынды топтар жұмыс ретінде көп функционал блокнот әзірлеу тақырыбы бойынша күнделік қосымшасын алдық. Себебі қазіргі қоғамда адамның ішінде көңіл күйі мен эмоциясын қағаз бетіне түсіру психологиялық тұрғыдан маңызды рөл атқарады. Яғни катарсистік құрал. Осы мақсатта күнделікті қосымшасын ойлап табуды көздедік. Жалпы жоба қысқаша сипаттамасына тоқталар болсақ, бұл жоба курс барысында өткен проект пен информс бағдарламаларын қолдану арқылы екі бағдарламалық қосымша жасайтын боламыз. Қосымшада пайдаланушы күнделікті болған оқиғаларды жазып, оны сақтай алады. Және сол жазылған жазбаларын оқып, жойып және оны өңдеу мүмкіндігін де қарастырдық. Сонымен қатар жазбаға байланысты күнделікті көңіл күйді таңдауға болады. Бұл көңіл күй бойынша апталық статистика жасалынып отырады. Негізгі бөлімге келсек, жобаның мақсаттары мен міндеттері. Біздің мақсатымыз графикалық интерфейс қарапайым дизайнмен жасалған түсінікті болатын күнделік қосымшасын әзірлеу. Біздің міндеттеріміз күнтізбе арқылы күн таңдау мүмкіндігін қарастырамыз, жазбаларды жазу, өңдеу, сақтау және жою мүмкіндігін қосамыз. Жазылған жазбаларды XML файлының сақталуын және оқылуын тексерілеміз. Көңіл-күй бағаны арқылы күнделікті күнін бағалаймыз және бір апталық көңіл-күй статистикасын орнатамыз. Бағдарламаның құрылымына келсек, бізде 3 түрлі файлдан тұрады. Олар Windows Home интерфейсі және Home KS логикасы және біздің XML жазбалар сақталатын файл. Интерфейс бағдарламасын түсіндіретін болсақ, бізде ең алғашқы бағдарламамыз бұл барлық қосымшаның басты терезесі, терезенің аты Main Windows. Ол Diary App жобасының ішінде орналасқан. Қосымша ашылған кезде терезе экранның дәл ортасында болады. Терезенің түсі ашық, көкшіл түсте болады. Және оны осы код арқылы береміз. Ал Loaded Windows Loaded коды терезе ашылған сәтте C# ішіндегі жазылған арнайы функция автоматты түрде орындалады дегенді білдіреді. Кодтың бұл бүгінде бұл барлық аталымға арналған ортақ стилдер. Батырманың кешекті сәт емес, көгілді түсті болады. Тұтығырмен батырманың үстін басқанда түсі сәл өзгереді. Батырманың жеті көрінікті жиегі жоқ. Бағдарламада екі панель бар, олар сол жақ және оң жақ. Сол жақ панельді қарастырсақ, сол жақ панель ол пайдаланушыға күнді таңдау, жазбаларды көру және көңіл күйді белгілеуге арналған. Бұл элементтер панельдің пішінін анықтайды. Жетер белгіленген айналысында болсын бар. Маңызды және пәддің арқылы берілген. Ал артқы түсі сәл мұрдақ түсті. Жүзеге асыру пәнінің элементтері жоғарыдан төменге қарау түгел орналастырылып тұрады. Жалпы бірінші текст блок, яғни күнтізбе деген жазуды көрсетеді. Оның астында орналасқан календар элементі пайдаланушыларға күнді таңдауға мүмкіндік береді. Бұл күн жазба енгізгенде қолданылады. Одан кейін тағы бір текст блок, яғни жазбалар деген жазуды көрсетеді. Оның астында тұрған листбокс пайдаланушы жазылған барлық жазбалар тізімін көрсетеді. Егер бір жазба таңдаса, оның тақырыбы мазмұны оң жақ панельге шығады. Бұл тізімнің биіктігі 200 пиксель, жиегі жоқ. Және фонтысы ақ. Соңғы бөлім көңіл күйді белгілеуге арналған көңіл күй деген жазу көрсетіліп,
астында слайдер орналасқан. Бұл слайдер 1-5-ке дейінгі мәнді таңдауға мүмкіндік береді. Яғни қолданушы өз көңіл-күйін санмен бағалайды. Слайдердің түсі ашық сары, ал сандар арасында нақты ауысады. Жалпы осы кодқа қарап, бұл қосымшаның оң жақ панелі ол пайдаланушы жазбаның тақырыбын енгізуге, мәтін жазуға және жазбаларда жұмыс істеуге арналған. Панель бордер арқылы шектелген, шеттерді дөңгеленген, фоны сәл мөлдіррақ түсті. Ішінде 4 қатардан тұратын грид орналасқан. Бірінші қатарда жазба тақырыбын енгізетін текстбокс және бірнеше басқару батырмасы бар. Олар қосу, жою, жаңарту, сақтау және оқу. Бұл батырмалар арқылы жазбаны қосып, өшіріп, сақтап, жүктеу сияқты әрекеттер орындалады. Барлығына бірдей стиль қолданылған. Екінші қатарда үлкен мәтін өрісі, яғни контент бокс бар. Бұл жерде жазбаның толық мазмұнына енгізіледі. Ол көп жолды жолдарға бөлінеді және қажет болғанда айналдыру жолаға қосылады. Жалпы алғанда бұл панель жазба жасау мен басқаруға арналған негізгі жұмыс аймағы. Келесі кодтың бөлігіне келетін болсақ, бұл бөлім қосымшаның төменгі жағында орналасқан статистикалық панель. Мұнда соңғы жазбаларға байланысты көңіл-күйдің өзгерісі графикалық түрде беріледі. Бордер элементі панельдің дөңгеленген пішіммен ашық көрген түсті фон береді. Оны біз осы код арқылы береміз. Ішінде stack panel арқылы екі элемент орналасады. Олардың біріншісі текст блок, аптаның көңіл-күй статикасы деген тақырыпты көрсетеді, ал екіншісі canvas. Бұл аймақта C# арқылы салынған көңіл-күй графигі шығады, биіктігі 140 пиксель, фоны ақ түсті. Осы панелден кейін авторлық белгі көрсетіледі. Ол grid row тең 3 қатарында орналасқан текст блок элементі арқылы жазылған, ал ең астында 2025 мәтіні оң жақ төменгі бұрышында орналасқан. Келесі бізде логикалық бағдарламамыз. Бұл кодтың бұл бөлігі терезе ашылғанда барлық элемент дайындалып іске қосылады. Мұнда арнайы кітапханалар конструкторлар көрсетілген. Windows Loaded деген функция терезе ашылған сәтте автоматты түрде орындалады. Оның ішінде екі әрекет бар. Оның біріншісі бұрынғы жазбаларды файлдан жүктейді, екіншісі көңіл-күй статистикасының графигін шығарады. Бұл файлды жүктеуге арналған функция алдымен diary entries XML аты файл бар жолы тексеріледі. Егер файл табылса, онда Xdocument арқылы XML құрылымы орындалады. Оның ішінде барлық entry элементтері алынып, әр жазба diary entries түрінен біледі. Әр жазбадан келесі мәліметтер алынады. Күні, date, тақырыбы, title, мазмұны, content, көңіл-күй, mood. Мұның барлығы entries list box тізіммен жүктеледі. Ал егер файл жоқ болса, тізім бос күйде көрсетіледі. Кэш блогы арқылы қате қағылуын көрсетеді. Бұтаққа жазбаны қосатын батырманың функциясы алдымен title box, content box және mood слайдер арқылы енгізілген тақырыпта мәтін және көңіл-күй мәліметтер алынады. Егер тақырып немесе мазмұн бос болса, экранда қате туралы ескерту шығарылады, функция тоқтатылады. Одан кейін жаңа die entry комбинациясы құрылады. Оның ішінде таңдалған күн, тақырып, мазмұн және көңіл-күй сақталады. Енді бұл жазба бар тізімге листбокс қосылады, тізім жаңартылады және график қайта сызылып шығады. Соңына барлық енгізілген өрістер тазаланып, слайдердің мәні бастапқы күйге қайтарылады. Егер орындау барысында қате кетсе, катч блогы арқылы қате туралы хабарлама шығарылады. Жазбаны жоятын батырмалық функциясы осы жазбаны жоятын батырмалық функциясы көрсетілген. Бұл функция қолданушы листбокстан бір жазбаны таңдап, жою батырмасын басқанда жұмыс істейді. Алдымен пайдаланушы таңдаған жазба selected entry деген айнымалыға сақталады. Егер ештеңе таңдалмаған болса, код әрі қарай орындалмайды. Таңдалған жазба тізімнен алынып тасталынады, содан кейін листбокс жаңартылады, көңіл-күй графигі қайтадан салынады, ал тақырып пен мазмұн өрістер тазаланады. Қате орын алған жағдайда catch блогы іске қосылып, қолданушы қате туралы хабарлама көрсетіледі. Бұл жазбаны жапына функция бұл жазбаны жаңарту батырмасы. Бұл батырма жазылған жазба ұнамай қалғанда немесе қате сақталғанда қолдану үшін керек. Бұл жазбаға қарап, біздің бірінші қадамымыз таңдалған жазбаны selected entry айнымалысын сақтау. Егер қолданушы ештеңе таңдамаған болса, экранда ескерту көрсетіледі және функция тоқтатылады. Содан кейін қолданушы енгізген жаңа тақырып, жаңа мазмұн және жаңа көңіл-күй слайдердің мәні арқылы алынады. Егер тақырып немесе мазмұн бос болса, тағы да ескерту шығарылады. Барлығы дұрыс болса, бұрынғы жазбаның қасиеттері жаңа мәндерімен жаңартылады. Келесі кодты қарасақ, бұл бізде
сақтау батырмасы. Жоғарыда көрсеткен жолымызда үш түрлі функция көрсетілген. Олар save on click, барлық жобаларды сақтау. Бұл функция сақтау батырмасы басталғанда орындалады. Алдымен үлкен барлық жазбалар салынады, егер жазбалары жоқ болса, ескерту көрсетіледі. Егер жағдайда жазба XML форматында entries XML деген файлы жазылады. Әр жазбада мынадай бөлімдер сақталады. Күні, date, тақырып, файл, мазмұн, контент, көңіл-күй, мүдір. Фаст сақталса, қолданушыға барлық хабарлама шығады. Қажет болса, кэш арқылы қажет туралы ескерту көрсетіледі. Reload click файлды жазбаларды қырып оқу. Бұл функция оқу бағдарламасы қосылады. Ол load entries файл арқылы жақталған жазбаларды қайта жүктейді және көңіл күйін көфілін қайта сызады. Draw mood graph. Соңында осы аяқталғаннан кейін туралы хабарлама көрсетіледі. Entries with box selection changed. Тізімнен басқа таңдағанда қолданушы тізімнен бір жобаны жазып болса, сол жазбаның мәліметтері оң жақтағы көріністерде автоматты түрде көрсетіледі. Title box тақырып, content boxке мәтіні, mood sliderге көңіл күй деңгейі. Бұл интерфейсте жұмыс істеуді жеңілдетеді. Қолданушы жазбаны өзгерту немесе жолда оның мазмұнын өзгерте алады. Енді біз мына кодқа қарап, желідегі функция жеті күнде таңдалған көңіл күйдің статистикасын график арқылы шығарып беру үшін керек. Бұл функция бізде Canvas аймағын тазалап, соңғы жеті жазбаның негізінде сызықты график жасады. Бірінші қадамда бұрынғы график өшіріледі. Кейін бар жазбалар алынады. Егер жазбалар жоқ болса, функция орындалмайды. Содан кейін ең соңғы жеті жазба таңдалып алынады. Олар уақыт бойынша өсу ретімен сақталады. Canvas-тың ені мен биіктігі өлшенеді. Егер олар нөлге тең болса, әдепкі мәндер беріледі. Графиктің нүктелері point collection көмегімен есептеледі. X осі бойынша нүктелер бір қалыпты таратылады, ал Y пайда көңіл күйге байланысты биіктікке орналасады. Көңіл күй 1 мен 5 аралығында болғандықтан 4-ке бөлу арқылы пропорция сақталады. Соңында барлық нүктелер polyline элементіне біріктіріледі. Бұл нақты график, оның түсі көк, сызық қалыңдығы 2 пиксель, график Canvasқа қосылады. Және бағдарламаның соңғы класстың аяқталды. Яғни ол бір жазбаның құрылымын сипаттайды. Бұл класс күнделікті қосымшасындағы бір жазбаның деректерін сақтау үшін қолданылады. Мына көріп отырғандарыңыздай, мұнда 4 негізгі қасиет бар. Яғни date жазбаның күні, title жазбаның тақырыбы, content жазбаның толық мәтіні, mood көңіл күй мәні. Сонымен қатар toString әдісімен қайта анықталады. Бұл әдіс жазбаның тізімінде, мысалы, listbox көрсеткеніне күні мен тақырыбын бір жолға шығарып береді. Біз нәтижесінде RAM батырмасын басқанда осы келесі нәтижені аламыз. Суретте көрсетілгендей бір күн тізбе арқылы күн таңдап, оған жазба жазамыз. Әр күнге көңіл күй бағаны арқылы бір күндік эмоцияны енгізе аламыз. Осы көңіл күй бағаны арқылы бір апталық көңіл күйдің статистикасын аламыз. Қорытынды. Жобаның нәтижесі пайдаланушыға ыңғайлы, қарапайым және функционалды күнделік қосымша жасалады. Бағдарламада арқылы күнді таңдап, сол күнге арналған жазбалар енгізуге, өңдеуге, жоюға және файлды сақтауға болады. Сонымен қатар, соңғы 7 күн ішіндегі көңіл күйдің өзгерісі график арқылы коннекті түрде көрсетіледі. Қосымшада WPF технологиясын қолданып, Xbox, Calendar, Xbox, Flyer, Canvas сияқты негізгі элементтер қолданылады. Жазбалар XML форматында сақталып, қайта жүктеу мүмкіндігі қарастырылған интерфейс эстетикалық жағынан жағымды әрі қолдануға жеңіл. Бұл жоба пайдаланушының күнделікті жазбалар тиімді басқаруға мүмкіндік береді және жеке мақсаттағы жағдайын бақылауға арналған қабылдауға қарау ретінде көмектеседі. Жобаның бағдарлама коды. Осымен біздің жобамыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Осымен. Анау, ой, дополнительный деген бар. Сол жерде пауза бар. Остановить.